Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын айраннан блини дайындаймыз. Ең алдымен жылы айранымызға ас содасын салып араластырып көпіртеміз. Үстіне шекер саламыз, шым-шым тұз саламыз. Тағы да жақсылап араластырып, жұмыртқамызды салып, тағы да араластырамыз венчикпен. Енді үстіне ыстық су құямыз. Тағы да араластырамыз. Ұнымызды салып біртіндеп жақсылап қамырымызды дайындап аламыз. Енді үстіне сұйық майғамызды тағы да жақсылап араластырып, бірыңғай қамыр болғанша араластыра береміз. Енді табамызға қыздырамыз, ешқандай май жақпаймыз. Қызған табаның үстіне бір ожаудан құйып пісіреміз блинімізді. Осылай екінші жағына ауыстырып, екі жағын қатарынан кезек-кезек пісіріп, блиниларымызды пісіріп аламыз. Осымен блинчиктарымыз дайын, өте дәмді, жұп-жұқа, тәп-тәтті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.